Армысыздар, құрметті ата-аналар, ұлағатты ұстаздар және кешіміздің қадірлі қонақтары. Біз бүгін бастауыш сыныптарының жаңашыл оқушы, шығармашыл ұстаз, жанашыр ата-ана, ұлт болашағы атты 10 күндігінің аясында талқылайық деп аталатын сұхбат кешінде бас қосып отырмыз. Кез келген ата-ананың бауыр еті, ертеңгі ұрпағының жалғасы, келешегі ол әрине бала. Жарық дүниеге әкеліп, аялы алақанмен бағып, қағып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіретін әке мен шеше өз кезегінде баласы үшін бар жағдайды жасауға жан салмайтыны хақ. Ел баласынан кем болмасын, жұрт баласынан қалмасын деп тырысып бағатыны қаншама. Әрине, мұны баласына жауапкершілік танытқан ата-ана әрекеті деп құп көреміз. Алайда балаларымыздың материалдық тұрғыда ешкімнен кем болмауы деп сырт жағын қалыптастырып жатқанымызбен, олардың ішкі жан дүниесі нендей жағдайда? Бесіктегі бөбектің ермегі ұялы телефон болып, анасының әлдейін емес, ғаламтордың өзге тілде сайраған әуені, бүлдіршіннің былдыр тілін бұрмалап, санасын бұрып жатқан жоқ па? Асыр салған ойында емес, бір бұрышта қозғалмастан телефон қарайтын бүлдіршіннің тілі өзге тілде шығып жатқаны тағы бар. Осылайша шүлдірлеген қазақ баласы ресми тілде білім алуға алтын ұя мектептерінің табалдырығын аттап жатыр. Дегенмен орыс тілінде білім алатын балалардың барлығының тілі өзге тілде шыққан. Сол себепті сол оқыту тілін таңдаған деп нақты кесіп айту артық болар. Себебі қазақы отбасында тәрбиеленіп, өз ана тілінде еркін сөйлеп ойын жеткізетін кей балаларды да орыс сыныптарынан көріп жататынымыз жасырын емес. Мұндай көріністе санада сайрайтын алғашқы сауал, қазақшаға судай баланың бұл сыныпта жүруіне не себеп? Себеп көп болуы мүмкін, алайда алғашқы себептерінің бірі ата-ананың баламның орыс тілін білгенін құп көремін деген шешімі. Осы шешімнен де болар, әйтеуір орыс тілінде білім алатын шәкірт санының басым көпшілігін өзіміздің қаракөз қазақтарымыз құрап жатқан ақиқат. Статистикалық сандарды сөйлетейік. 2018-2019 оқу жылында мектеп табалдырығын аттаған 379.289 шәкірттің қазақ сыныбында 247.671, орыс сыныбында 120.615 бала қабылданған. Бұның ішінде орыс сыныбына барған ұлтты қазақ балалар саны 50.769. 2019-2020 оқу жылында 391.098 шәкірт қабылданса, оның қазақ сыныбында 247.217, ал орыс сыныбында 133.144 баланы құрап, оның ішіндегі ұлтты қазақ балаларының саны 50.277 болған. 2020-2021 оқу жылында 360.567 бала мектеп табалдырығын аттаса, оның қазақ тілі сыныбында 230.303, ал орыс сыныбындағы 119.786 оқушының 52.289-ы қазақ ұлтының баласы. 2021-2022 оқу жылында 373.424 шәкірт, оның қазақ сыныбында 239.130, ал орыс сыныбында 123.703 шәкірт болған. Соның 53.443-і қазақ баласы. Ал 2022-2023 оқу жылында 389.188 шәкірттің қазақша оқыту тілін таңдаған 256.393, білім беруді орыс тілінде таңдаған 122.186 шәкірттің 51.982-сін ұлтты қазақ балалар құраған. Енді өзіміздің білім ошағымыздағы сандарға келер болсақ, биылғы оқу жылында 370 оқушы мектебіміздің табалдырығын аттап бірінші сыныпқа қабылданды. Осының ішінде 211 оқушыға 8 қазақ сыныбы, 159 оқушыға 6 орыс сыныбы ашылды. Орыс сыныбында білім алуға келген 159 оқушының 128-і қазақ баласы. Осы деректерге сүйенсек, орыс тілінде білім алуға келген шәкірттердің жартысынан көбін қазақ баласы құрап отыр. Ана тілімізде мағынасы терең болмыс деген ұғым бар. Бұл сөзді адами болмыс, қазақы болмыс, ұлттық болмыс, тағы басқа сөздермен тіркестендіріп мағынасын одан әрі салмақтап, берер ойын тереңдете аламыз. Жалпы болмыс дегеніміз дүниеде барлық құбылыстарды, заттарды білдіретін ұғым.
ол шексіз материалдық және рухани әлемдегі барлық құбылыстарды білдіреді. Адам болмысының этикалық жақтары, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, ар намыс, абырой категорияларын тереңінен қарастыру деп ғаламтордың Википедиясы анықтама берген. Ал осы тереңірек қарастырылатын дүниелердің барлығы адам бойына анасының сүтімен және ана тілінің арқасында дариды емес пе? Ал біздің бүгінгі ұрпағымыздың ұлттық болмыстары жайында не айтуға болады? Дана халқымыз өткеніне салауатпен қарап, бүгініне шүкіршілік етіп, ертеңіне үмітпен қарайтын халық. Сол қасиеттен болар бүгінгі әр ата-ана да баласының болашағы жарқын болғанын қалайды. Сол үшін де еңбектенеді, маңдай терін төгеді. Алайда қазақ халқының ғасырлар бойы сақталған салты мен дәріптелген дәстүрі негізінде емес, болмысы бөлек қалыптасқан балаларымыздың болашағы қандай болмақ? Осы тектес түйткілді мәселелер төңірегінде бүгінгі талқылайықта талқыланатын сұрақтар: балаларын орыс тілінде білім алуға беретін ата-аналар санының арту себебі неде? Орыс тілінде білім алып жатқан бүлдіршінге ұлттық тәрбие беріле ме? Бүгінгі ұрпақ ел болашағы, ол қандай болмақ? Ана тіліміз қазақ тілінің болашағы ше? Енді осы аталған мәселелер бойынша бүгін бізбен бірге ой қозғап пікірлерін ортаға салатын қадірлі қонақтар бізбен таныс болып, төрден орын берді. Елмұратов Нұрбай Жолшыбайұлы, Егеменді Қазақстан газетінің жетекші журналисі. Қошеметтеріңіз. Баянғали Қалымжанұлы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтының аға оқытушысы, ақын, әдіскер, ұстаз. Набиев Саят Талғатұлы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аға оқытушысы, философия ғылымдарының докторы. Орманова Айгүл Әділбекқызы, Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы Абай институты бөлімінің жетекшісі. Және Гусманова Айжын Майылғынымна, Мағжан Жұмабаев атындағы нөмір 65-ші мектеп гимназиясының психологы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сұхбатымызға ең алғашқы сұхбатымның сауалы Нұрбай Жолшыбайұлы өзіңізге қойғым келеді. Жалпы біз білеміз, бұқаралық ақпарат құралдары қоғам мен билік арасындағы алтын көпір деп жатамыз, билік тарапынан жасалып жатқан түрлі жобаларды жүзеге асыруда, халыққа түсіндіруде журналистер, тілшілер аянбай еңбек етеді. Енді жылдар бойы осы тіл мәселесіне қатысты билік тарапынан көптеген жобалар қолға алынды. Ол туралы сіз өзіңіз де газет беттерінде мақала жариялап қалам шерткен боларсыз. Жалпы тілдің бүгінгі ахуалына қандай баға бересіз? Ассалаумағалейкум, ұстаздар, оқушылар, спикерлер. Осындай маңызды жиынға шақырғандарыңыз үшін рахмет. Ал енді мен өзім туралы айтып өтейін азғантай. Мен негізі Өзбекстаннан шыққанмын. Өзбекстанның қазағымыз. Одан кейін мен 4-5 сыныпта өзбекше оқығанмын кезінде. Бірақ мен өзбекше кітапты дауыстап оқыған кезінде менің әкем қатты ашу шығып кетеді. Іштегі оқы, абылай дауысын шығарып оқымайды. Енді ол кезде бұл нәрсеге көп мән бермеген шығармыз. Енді Қазақстанға келдім, мен 90-шы жылдары қостанайда оқыдым. Енді мен де тілге жат емеспін, негізгі мамандығым филолог, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Бірақ сол бірінші курста жүрген кезімізден жаңағы радиоға шақырды, содан аяқ астынан журналист болып кеттік деген сияқты. Бірақ тілге, ұлтқа деген көңіліміз үнемі алаң. Сол үшін тіл туралы мен де материалдар жазып жүргем. 16-шы жылы менің мына тіл, ұлт тұтастығының тұғыры деген материалым шыққан Егемен Қазақстанда. Біреу оқыды, біреу оқымады. Осы материалды жазу үшін мен бірталай мәліметтер жинадым. Сол кезде жаңа басында келтірген Конфуцийдің несін, Қытайдың философы. Сол айтады, әр мемлекет жаңағы бейбітшілік болу үшін, тұрақтылық болу үшін, мемлекеттің дамып өркендеуі үшін бірінші кезекте тіл бірлігі керек. Тіл бірлігі болмаса, адамдардың арасында қарым-қатынас дұрыс болмайды. Тұрғындардың арасында қарым-қатынас дұрыс болмағаннан кейін мемлекет ешқандай дами алмайды. Соның үшін бір тіл, бір діл, бір салт дәстүр болуға керек. Осы материалды мен бірталай мәліметтер келтірген себебім мынау.
сол 13-14 жылдары мына Шаяхметов атындағы тілдерді дамыту институты бар ғой, сонда Несібелі деген профессор, ол кісі қазір де бар шығар. Кезінде сол кісілермен сөйлесіп не қылдық, сол кісілерді тілді дамыту, өркендету бойынша көп жұмыстар жүргізді де, сол кезде жаңағы қазақтың тегін жаңағы тілін зерттеді. Сол кісілердің айтуына қарағанда, жаңағы бала өзінің ана тілінде сөйлеп, ана тілінде өспесе, оның табиғаты, болмысы өзгере бастайды. Болмыс дегенді неден өте жақсы бердіңіздер. Сол болмысы өзгерген бала жай болмысы өзгеріп қана қоймайды оның. Ол жаңағы оның жаратылысы, мынау жақ сүйектері, ауыз қуыстарының барлығы қазақша жаратылды ғой. Ол бала кезінен бастап тұрып, басқа тілге күшпен ыстырғаннан кейін сол нелер өзгеріске түседі екен. Өзгеріске түскеннен кейін ол баланың сол нәресте шақа кезінде жүйкесіне салмақ түседі екен. Ол жүйкесіне бала кезінде салмақ түскеннен кейін ертең ол бала ашушаң болады. Ертең ол тек сырттағы адам ғана емес, өзінің бауырларына немесе әке-шешесіне де жаңағы мінез көрсетуі мүмкін да, жат мінез көрсетуі мүмкін. Басқа ұлттың алдында, басқа бір ортада, басқа бір қоғамда мазаққа, күлкіге қалмау үшін өзінің ана тілінде сөйлеген абзал екен да. Қазақтар қауымына үлкен жауапкершілік жүктелген. Ал ана тілімізді қыр-сырын үйретіп меңгертуде қазақ тілі пәнінің мұғалімдеріне бұл жауапкершілік екі еселенетін тәрізді. Себебі алдында тіл болашағы тұр, сонымен қатар жаңағы ұрпаққа сапалы білім беру тұр. Баянғали Ғалымжанұлы, енді біз сіздердің алдарыңызға барамыз, қазақ тілі мұғалімдері, ақыл кеңес аламыз. Біздегі мәселе, әркез сіз жауап беріп жатасыз, кеңесіңізді беріп жатасыз. Алдымызға келген шәкіртке қазақ тілін қазақша оқыту керекпіз. Мектеп табалдырығын аттаған бала, орыс тіліндегі баланы айтып отырмын, қазақша түсінбейді, оның түсінбегендіктен айтқан нәрсеңді қабылдамайды, сабаққа деген қызығушылығы төмендейді. Одан ата-ананың өкпе назы шығады. Мұғалім неге таза қазақша сөйлейді, неге орысша түсіндірмейді, ол бала орысша түсінеді. Әдіскерлер бізден сабақтың қазақ тілінде өтуін талап етеді. Сонда мұғалімге қайтпек керек. Біз педагогтар адам тәрбиелеушілерміз. Құдай адамды жаратады, бірақ жақсы адамды жасап шығатын ата-ана мен ұстаздар деп ойлаймын. Сондықтан да ұстаздық жолдың ауыр болатыны, күрделі болатыны, оның үлкен өмірлік миссиясының жоғары екендігі, себебі біз адам тәрбиелейміз. Біз ағаш жонушы, темір қасыраушы, тас кесуші емеспіз. Біз адам тәрбиелеушілерміз. Сондықтан да Құдай жаратқан адамды ары қарай адам ретінде жасау үшін, жаңа ақтыңыз өте жақсы айтты, әрбір адам өзінің ана тілінде алуы аса маңызды. Енді ұстаздар қайтпек керек деген кезде, енді педагогтар менің жұмысым тікелей қатысты. Сол кезде көп жағдайда бізде жан ауыратын дүние ұлты қазақтардың баласын өзге тілді мектептерге беруінде мәселе. Орыс сыныптарының көбін құрап отырған сол қазақ балалар. Ата-ананың негізгі өмірдегі негізгі міндеттерінің бірі баласына өз ана тілінде тәлім тәрбие беруі. Бұл міндет, ата-ананың міндеті. Енді ұстаздар қайтпек керек дегенге қайта келе алмай жатырмын. Меніңше осы түсіндіру жұмыстары мазмұнды жүру керек. Біздер көп жағдайда мұғалімдер түсіндіріп жатырмыз, айтып жатырмыз деген сияқты нәрселерді айтады. Бірақ баланы мектепке әкеліп тұрған кезде жақсы, керемет адамның жанын қарып өтетін, адамның өмірдегі миссияларын түсіндіріп беретін, кейде ата-ананың жанарына жас толтыратындай жақсы әңгімелерді айтқан кезде, енді бәрі бұрылып кете қоймас дегеннің ішінде бұрылатындар болады ғой деп ойлаймын. Әрине бізде орыс классы да бар, қазақ классы да бар дегеннен кейін біздегі бұрынғы психология әлі жағаласып келе жатыр. Қазақ тілі мұғалімдері, мемлекеттік тілде сабақ беретін қазақ тілі мұғалімдері
бүкіл 45 минутын қазақ тілінде өткізуі тиіс. Ол еш жерде переводпен бер деген мәселе жоқ. Бізде ағылшын тілін бар, қараңыздар, еш жерде перевод жасап отқан жоқ. Әрбір ауызекі сөздің өзін перевод жасап отқан жоқ. Орыс тілінің өзі 100% орысша жүріп жатыр. Ал неге қазақ тілге келгенде әйтеуір проблема шыға қалады. Сондықтан да мектеп басшылығының көзқарасынан бастап дұрысталу керек. Аралас мектептің өзі бізге үлкен зардаптар әкеліп отыр. Кезінде аралас мектепті ашудағы миссияда да үлкен саясат жатыр. Ана қазақтарды қалай орыстандыруға болады деген миссиядан, ана үзіліске шыққан балалардың орыс баламен тілдескенде орысшаға бейім болып орысша жауап беруін көре тұра, аралас мектепті көбейту арқылы ұлтты жоюға болатындығын олар түсінген. Қазақы болмыс, ұлттық болмыста уақытымызды аманғасы аман өсіз деген. Енді құрметті құрметті бүгінгі ұйымдастырушы Қуанышбек, сіздердің жатқан алғашқы мерекесі Наурыз мен шын жүректен құттықтаймын. Мен осы киелі шаңырақ ең алғашқы жолдағам. Осы кезде мынау кіреберісте Махмұд Қашқаридің бір үлкен әріптермен сөз ілініп тұратындығын естеріңізде шығар, иә? Ұлым, саған айтамын, өсиетін дананың, білімді де таныда, соңынан ер қарағым дейді. Сондықтан бүгінгі бала болмыс болашақ тақырыбы бүгінгі күні өте өзекті. Осы Баянғали ағадан кейін, ағаларымыздан кейін сөз алу біз үшін үлкен абырой. Осы кісілердің қасында отырғанымызды өзі мақтан тұтамыз. Сондықтан шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді жалпы бүгінгі жаңа болмысқа байланысты ағамыз тереңірек тоқталып керемет айтып өтті. Енді ол әрине тарихтың кезеңіне байланысты. Енді біз кеше ғана кеңес үкіметінің құрамынан шықтық. Ол да өзінің бүгінгі күні сол кезде жасалған идеологиялық шабуылдар деп айтсақ болады. Сол кездегі жұмыстардың нәтижесін беріп жатыр. Ол түсінікті жағдай. Сонымен қатар енді осы мектепте оқушыларды қалай қазақ тілінде сөйлетеміз. Ол енді әрине ақпараттық мынау сырттан келіп жатқан, енді қазір айтады ғой, гибридтік соғыс дейді. Көрші мемлекеттердің ақпараттық шабуылы кішкентай кезінен бастап қазіргі кезде оқушылар ұстап жатыр смартфон, телефоннан қараған кезде көп жағдайда орыс тілді ақпараттарды көп көреді. Сондықтан осындай мәселелер туындап жатыр. Ол тек қана қалада ғана емес, ауыл мектептерінде де. Енді жалпы не айтуға болады? Мынау Шәкәрім бабамыздың бір жақсы сөзі есіме түсіп отыр. Мынау оқушыларға арналады. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл дейді. Ақ жолдан арнамай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен ғылым үйрен, білімсіз, өнерсіз болады өмір тұл дейді. Сондықтан сіздерге өмір жолдарыңызда, қателеспесек 11 сынып оқушылар ғой, мынандай керемет іс-шарада оқушылардың көздері жанып жатса, мына жердегі ғалымдардың да берері көп болады деп ойлаймын. Кешегі алаш зиялылары айтады ғой, мен жастарға сенемін дейді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, мен жастарға сенемін дейді. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетті дейді. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметті дейді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат деген мақаласында атап өтеді. Осы қазақтың негізгі үш тұғыры бар дейді. Үш қасиетті тұғыры бар дейді. Ол біріншісі кең байтақ жеріміз, Алатаудан Алтайға дейін, солтүстіктен оңтүстікке дейін кең байтақ жеріміз. Екіншісі ананың сүтімен келген бізге ана тіліміз. Үшіншісі береке бірлігіміз дейді. Жаңа атап өткендей, біз өзге тілді білгеніміз дұрыс. Орыстың да тілін білуіміз керек, ағылшынның да тілін білуіміз керек бірінші кезекте, бірақ ана тілімізді сыйлау қажет деген түйіндеп айтып келеді. Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы негізінен Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетіне қарасты екен. Ол 2018 жылы үкіметтің қаулысымен құрылған. Негізгі қызмет бағыттары бар. Енді мен біраз ізденген қарағанда түрлі сайттарыңыз бар. 3 жастан бастап өз тілді еркін меңгеремін дейтін жандарға да түрлі сайттарыңыз, балаларға базарлық, анимациялық фильмдер әзірлеуді да ұйымдастырады екенсіздер. Оның барлығы Балапан телеарнасынан, YouTube арнасынан көрсетіліп жатыр екен. Осы орталық балаға қазақ тілін меңгертуде нені басшылыққа алады? Және жаңағы сіз сайттарыңыздағы онлайн платформаларды кез келген ата-ана баласына сол қазақ тілін меңгертуіне көмектесе ала ма? Сұрағыңызға рахмет. Ең бірінші шақыртуларыңызға да рахмет. Осы кездегі
Илья ағаймен тікелей таныс болып жатқаныма қуаныштымын, және де басқа да ағайлармен танысып жатқаныма өте қуаныштымын. Жалпы Шайыстан Шаяхметов атындағы тіл қазына ғылыми практикалық орталығы 2018 жылы латын қарпіне үйлестіру бойынша құрылған болатын. Өкінішке орай қазіргі таңда латын қарпіне өту қазірге тоқтап тұр. Ал енді біздің негізгі жұмыстарымыздың бірі бұл әдістемелік қазақ әдістемесін жүйелендіру болып тұр. Және де қазақ тілінде жасанды интеллектті қазақ тіліне бейімдеу міндеті тұр қазіргі таңда. Жаңа айтып өттіңіз, бірнеше сайттарымыз жұмыс істейді, оның ішінде балабақшадан бастап, мектеп оқытушыларына да, немесе тілді екінші тіл арқылы, яғни өз бетінше қазақ тілін үйренуге бағытталған осындай біздің IT жобаларымыз бар. Ең бірінші бұл бала тілі сайты. Бұл бала тілі әсіресе балабақшада өте кең қолданыста, 3 жастан 6 жас аралығындағы портал, әдістемелік портал деп айтуға болады. Сондықтан сөздік қор, тіл құрал, Абай институты, осындай бізде ірі жобалар бар. Осының ішіндегі сөздік қор бойынша айтып өтейін. Яғни сіздер кез келген сөз, мысалы үшін заңғар деген сөзі, мысалы үшін немесе санжар, яғни біз көнерген сөздер қазіргі таңда біз білмейміз мағынасын. Осы көнерген сөздердің мағынасын білуге мүмкіндік беретін түсіндірмелі осындай портал. Кезінде өзіміз оқыған кезде бір сөздің мағынасын білу үшін түсіндірме сөздікті іздеп әуреге түсетінбіз. Ал қазір енді барлығы жаңағыдай клавиатурамен компьютеріңіз жеткілікті болса болды. Яғни кез келген сөзді өзіңіз электронды түрде бірден тауып алуға мүмкіндік бар. Сол сияқты мысалы үшін тіл құрал порталы бұл өзге орыс тілді азаматтарға қазақ тілін өз бетінше үйренуге мүмкіндік береді. Яғни бұл ата-анаға болсын, жас талғамайды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, кез келген тіл үйренуші А1-ден С1 деңгейіне дейін, яғни еуропалық стандарттау жүйесі бойынша осындай тілдік деңгейлерді анықтау мүмкіндіктері бар. Және де Абай институты, мен Абай институты бөлімінің жетекшісімін. Сіздер қазір мысалы үшін қолда барда алтынның қадірі жоқ деп айтады ғой. Ал шетелге көшіп кеткен қандастарымыз, бауырларымыз, яғни отандастарымыз бар. Бізге жыл сайын біз 2020 жылдан бері осы Абай институты жобасы аясында шетелдегі қазақтарға қазақ тілін үйретумен айналысамыз. Сіздермен бірге жұмыс істейміз ғой, сол жақта сұраймыз, сізге не үшін қазақша керек, не үшін оқығыңыз келеді деген сияқты. Ол жаққа көшіп кеткен азаматтардың көбісі, яғни болашақпен баруы мүмкін, немесе жаңағы елшілікте жұмыс істеуі мүмкін, олардың барлығы біз осы жақта бір-бірімізге қазақша сөйлескіміз келеді дейді. Мен мына жақта өзімнің ана тілімді білмегеніме өте өкінемін дейді. Яғни кімді кінәлайды? Қоғамды кінәлайды, немесе ата-анасын кінәлайды. Сондықтан да ата-анасы бірінші ойлау керек, ертең мен балам шынымен де мені кінәламай ма? Ертең мысалы үшін өз барған жерінде мысалы үшін қазақтың намысын қорғап жүре ала ма деген пікір болу керек. Ал қазір мысалы үшін барлығының ортасында қазақ тілді азаматтар, тойдың барлығы қазақша өтеді, өздеріңіз білесіздер. Көптеген үлкен кісілер, мысалы үшін азаматтар, мысалы үшін олардың көбісі билікте қазақша сөйлейді. Сондықтан да өздерінің қазақша білмегендеріне ұялады қазір. Яғни кезінде ұялмаған, кезінде солай керемет болып жүрген адамдар енді. Ал қазір, дәл қазіргі қоғамда қазақша білмегеніне өте қатты ұялады. Жастардың санағын жүргізіп отырады екенсіз. Жаңағы енді тізбектеген сайттардан ондай бір санақ жүргізесіздер ме? Сол сайттар арқылы еліміздегі қазақтардың саны артып жатыр ма? Өз бетінше үйреніп жатқан, жаңағы баласын үйретіп жатқан, немесе өзі үйреніп жатқан, ондай санақ жүргізесіздер ме? Елдегі азаматтар бойынша сіздер сайтты қолданып тілді үйреніп жатқан. Біз ресми сайттарға жыл сайын біз мониторинг жүргіземіз. Міндетті түрде кез келген қазақстандық сайттар міндетті түрде қазақша баламасы болу керек. Оны біз үнемі қадағалап, жыл сайын осылай қадағалап отырамыз. Одан кейін егер де жаңағы аударылмаған, дұрыс балама жасалмаған сөздерді біз ескерту ретінде қайтарып береміз. Соны біз түзету үшін бізге олар есеп тапсырады. Бастауышқа келіп тұрған кезде сол өзінің ана тілінде білім алуына жан-жақтан көмектесетін болса, ата-ана, ұядан үй өртің шыққанда соны десін деген. Ұстаз, бізде кейде ұстаздар шаршайды. Қойшы қошылғасына бара берсе тілі жоқ қой бұраның. Деген сияқты жағдайлар болады. Негізінде ол өзінің гені, ол жеңеді қалай болған жөнінде. Сондықтан да біз бастауышқа қорықпауымыз керек. Баланың орысша ойлап тұрған жағдаятынан өзінің геніне бұраламыз. Жаңа психолог айтып жатыр ғой,
психикасына салмақ түседі, анау ол өзінің геніне келген кезде түспейді. Ол астапқы кезде 3 айда 9 айда болуы мүмкін, бірақ өзінің қан айналымы дұрысталған кезде оны жеңет. Өзінің қаны, өзінің ана тілі, өзінің болмысы. Сондықтан ген жеңет. Біз сондай бала орысша сөйлеп кетті, ойбай оның психикасына салмақ түседі деп баланы жоғалтып алмауымыз керек деп ойлаймын. Бар ма деп қойдық. Енді бұл жердегі жауап я бар дейтін ата-аналардың пайызы 76,9, жоқ деп те жауап берген, жоқ деп ойлаймын деп жауап берген ата-ананың саны 5,2%. Бұл туралы ойланбаған ата-аналардың пайызы 20,9%-ды құрады. Келесі. Балаңыз орыс сыныбында білім алса да өз ана тілін меңгеруіне жұмыс жасайсыз ба деген сұрақты қойдық. Иә, жасаймын дегендердің пайызы 77,3%, жоқ оған уақытым жоқ деген ата-аналардың үлесі 15,6%, қосымша сабақтарға беремін деген ата-аналар жауабы 7,1% болды. Енді бұл тектес сауалды біздің мектеп психологы Айжан ханым да оқушылармен тілдесіп алған болатын. Сөз кезегін өзіңізге берейік. Жалпы оқушыларымызға қандай сауалдар қойды және сіз нені зерделей алдыңыз? Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, ұстаздар. Бұл мәселе бойынша бастауыш орыс сынып оқушыларынан сауалнама алдым. Әрине психологиялық тұрғыдан қарасақ, бұл бала мектепке дейін, егер ол орысша ойлап, орысша сөйлеген бала мектепке келіп, оны бірден қазақ сыныбына берген кезде ол бала қиналады. Қиналғандықтан материалды толық ұғына алмайды. Сондықтан ол балаға қатты қиын болып әсер етеді. Бірақ біз балаларымыздың болашағын ойлау үшін, олар болашақта патриоттық сезімін ояту үшін ең бастысы сол тіл мәселесі. Қазақ тілі орыс сыныбында оқыған күннің өзінде олар қазақ тілін түсіну керек, сөйлеу керек. Сол мақсатпен сауалнама жүргізілді. Ол жерде сұрақтар: қалай ойлайсыңдар, мектепке келгенде неге орыс сыныбына сендерді берді деген сұрақ болды. Мұнда енді көбінесе балалар үйде ата-аналар орысша сөйлейді, өзіміз қазақша түсінбейміз. Көп балалардың жауаптары сондай болып келді. Сонымен қатар бізде сұрақ қазақ тілін сабағы ұнай ма, қалай өтеді, өздерін қызғалсыңдар ма деген сұрақ болды. Ол жерде балалардың басым көпшілігі қазақша үйренгісі келеді, қазақша сөйлегісі келеді, ынталары, қызығушылықтары бар. Сонымен олардың енді ол 100%-ның ішінде әрине ол барлығы, 100%-ның ішінде әрине барлығы қазақша толық еркін сөйлей алмайды. Сөйлесіп, үгіттеп, көбіне әкелер әкелген жақсы балалардың құжаттарын. Әкелердің намысына тиіп жібереміз. Сіз қазақсыз ғой, қалай балаңызды орыс сыныбына бергелі тұрсыз десек, ойланып қалады да, жоқ, онда қазақ сыныбына берейін дейді. Мына отырған ұстаздар, бастауыштың ұстаздар, сол оқушыларды қазақшаға үйретіп, еңбектеніп жүрген ұстаздарымыз. Қошеметтеп қойсаңыздар. Сондықтан енді осы шаралардың барлығының нәтижесінде жалпы енді қазақтың тілі көтеріліп келе жатыр. Мәртебесі артып келе жатыр. Оған ешқандай не жоқ. Жоғары жақтан бір бұйрық болса, бір ғана қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз болса деген бізде бір өтініш, ұсыныс дейміз бе қалай. Ал біз осы қазақтың баласының қазақша ойлап, қазақша дүниетанымның бәрін қалыптасуына, қазақ деп соққан жүрегін мәңгілікте қазақшын соғуына біз барлық үлесімізді қосамыз деп сіздердің аттарыңыздан біз сенім білдіре аламыз. Жалпы өзімнің ұжымымның атынан. Көп рахмет сіздерге. Қазағымыз жасай берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп бізге келіп отырсыздар. Сондықтан енді қазақтың бір тума ұлымыз Өзбекәлі ағамыздың Мәдени майдан деген кітабын сіздерге ұсынғалы отырмыз.